Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгін біз тұрақты коэффициентті бір тектес емес теңдеулерді шешуде тұрақтыны вариациялау әдісі туралы өтеміз. Тұрақтыны вариациялау әдісі сіздер сызықты бірінші ретті теңдеулер шешу барысында таныстыңыздар. Енді біз екінші ретті тұрақты коэффициентті мынандай теңдеуді қарастырайық. Өткен дәрісте мен сіздерге анықталмаған коэффициенттер әдісі бойынша осы теңдеуді қалай шығаруға болатындығын көрсеттім. Енді бүгін қандай да бір а аралығында тұрақты коэффициентті мындағы А0, А1, А2 деген константалар, тұрақтылар, және де А0 нөлден өзгеше. Міне осындай теңдеу берілсе, біз бұл теңдеуді бірінші теңдеуде қояйық. Тұрақтыны вариациялау әдісін қалай қолданамыз болады. Алгоритмін жазайын. Ең алдымен не істеуіміз керек? Бірінші ретті сызықтық теңдеуді шешкен сияқты, мұнда да бірінші теңдеуді бір тектес теңдеуге келтіруіміз керек. Яғни fx-ті алдымен 0 деп аламыз. Сонда теңдеуіміз мынандай түрге кіреді. Осы теңдеуді мен екінші теңдеу деймін. Екінші теңдеудің өткен дәрістерден біз білеміз, жалпы шешім табу үшін сипаттауыш теңдеуін құрып, үш жағдайды қарастырып, біз мынандай жалпы шешімін жазуға болады. Міне, жалпы шешім жазуға болады. Мұндағы енді тұрақтыны вариациялау әдісін пайдалануға осы жалпы шешімнің қажеттігі туындайды. Егер де біз мына С1, С2 деп отырған тұрақтыларымызды x-ке тәуелді деп есептейтін болсақ, онда бізде С1x, y1x қосылған С2x, y2x деген шешімді аламыз. Бұны тұрақтыны вариациялау, яғни тұрақтыны өзгерту деп аталатын себебі сол, мына С1, С2 деген тұрақтылар С1x, С2x деген айнымалыға ауысты. Ал мына y1x, y2x деген бұл іргелі шешімдер жүйесі. Деген іргелі шешімдер жүйесі. Яғни олар біздің мына екінші теңдеуімізді қанағаттандырады. Y1 мен Y2. Міне осылай тұрақтыны өзгерту арқылы біз жалпы шешім. Енді бізде мақсатымыз мына С1x пен С2x-ті табу. Сонымен екінші қадамға көштік. Екінші қадамда С1x пен С2x-ті табуымыз керек. Ол үшін мына үшінші теңдеуден бірінші, екінші ретті туындыларын табайық. Y'(x). Бұл нешеге тең болады? Мынау С1x көбейтілген Y'(x) көбейтіннің туындысы болып табылады. Сондықтан екі қосылғыш аламыз. Қосылған С2'(x) көбейтілген Y'(x) қосылған С2'(x), Y'(x). Міне, осы жерде біз мына С1, С2 штихтердің қосындысынан тұратын тіркесі, яғни комбинацияны, мына екі қосылғыш нөлге тең болсын деген шарт қоямыз. Немесе ұйғару жасаймыз. Ұйғару. Яғни біз барлығын қарамай, осы С1 штрих пен Y1x-тің және С2 штрих пен Y2x-тің қосындысы 0 болсын деген шарт алайық. Міне осы шартты мен 4 деп белгілеймін. Онда біздің Y'(x) мына екі функцияның қосындысынан қалды. С1 Y'(x) қосылған С2 Y'(x). Енді екінші ретті туындысын табайық. Штрих-x көбейтілген Y'(x) қосылған С1-дің өзі қалады. Y1 2'(x) болады. Қосылған С2'(x), Y2'(x) қосылған С2'(x)-тің өзі болады. Көбейтілген Y'(x). Міне, осы бізде қалған Y1 пен Y2'(x)-тің формулаларын апарып, біз енді бірінші теңдеуге қоюымыз керек. Мына жерде талап қойған кезде, ұйғарым жасаған кезде 4 дедік қой. Онда мына жерде мен Y' нешеге қалады? Соны жазып қояйын, нөмірлеп бас. Орнына қойған кезде Y сынзанда бізде С1x, Y1'(x) қалды. Қосылған С2x, Y2'(x) қалды. Осыны 5 дейін. Ал мына екінші рет туындыны жаңа алған 6 дейін. Сонымен бізде Y'-тің өзі үшінші формуладан анықталып тұр. Міне, бірінші ретті туындысы мына ұйғарым жасаған кезде 5, екінші рет туындысы 6. Сонымен 3, 5, 6-ны апарып бірінші теңдеуге қояйық. Сонда не қалады? Оны жазайық. Егер екінші рет туынды бізде А0-ға көбейтілу керек, А0-ға көбейтілу. А0 көбейтілген 6-шы формулада С1'(x), Y1'(x) қосылған А0 С1'x, Y1'(x) қосылған А0 С2'(x), Y'(x) қосылған А0 С2'x, Y'(x) қосылған. Енді А1 көбейтілген Y'. Ол үшін мен 5-ші формуланы көбейтемін. А1 С1'x, Y1'x қосылған А1 С2'x, Y'(x) қосылған. Бізде қосылған А2 Y', яғни Y', С1'x, Y1'x қосылған А2 С2'x, Y'(x) тең бізде Fx-ке. Енді мына өрнектен С1'x барларды бір бөлек жинайық.
с екі иксі барларды бір бөлек жинайық. Міне мен с бір икс деді барын бір сызайын астына. Біреу, екеу, үшеу. Ал с екі иксі барларды мен мынандай үзік нүктемен сызайын. Үзік нүкте. Үзік нүкте. Сонымен жинайық. Топтастыратын болсақ нені байқауға болады? Сонымен А0, мына асты сызылмағандардың екеуінен А0 шығады. С1 штрих х, Y1 штрих х қосылған С2 штрих х, Y2 штрих х. Қақшаны жабайық. Қосу. Астын бір сызықпен сызғандардың барлығында С1 бар. Сондықтан С1-ді шығарып жібереміз сыртқа. Қақшаның ішінде А0, Y1 2 штрих х қосылған А1 Y штрих х қосылған А2 Y1 х. Қосу. С2 үзік нүктемен сызылғандардың барлығында бар. Шығарып жіберейік. А0 бізде А0 Y2 2 штрих х қосылған А1 Y 2 штрих х қосылған А2 Y2 х тең fx. Міне, мына с1 х-ке көбейтіліп тұрған жақшадағы өрнектің барлығы бізде нөлге тең. Өйткені y1 мен y2 бізде іргелі шешімде. Олар бір тектес теңдеудің шешімі болғандықтан бұлар нөлге тең болады. Сонда бізде қалатыны А0-ды мына жаққа бөліп жіберетін болсақ, бізде не қалады? С1 штрих х, y1 штрих х қосылған с2 штрих х, y2 штрих х тең fx. Міне, мынаны біз алған теңдеуді бөлінген А0 бар, иә. Біз жетінші формула деп белгілейік. Сонымен бізде с1 штрих пен с2 штрихті табу мақсатында екі теңдеу шықты. Біреуі төртінші және жетінші теңдеулер. Осы екеуі міне мына жерге мен қазір төртінші ұйғарым бойынша жасаған шартымызды жазайын. Мына жерге y1 х қосылған с2 штрих х, y2 х тең 0. Міне мына бағана 4. Міне мынаны жүйе қылып қарастырамыз да осыдан жеке-жеке с1 штрих х пен с2 штрих х табамыз алдымен. Бұлар жеке-жеке табылады. Сәйкесінше біз алған өрнектен интегралдау арқылы екі жағын, с1 мен с2-ні табамыз. Бұны табамыз да, осы тапқан өрнекті, мысалы мен бұны 8-ші формула дейін, 8-ді апарып одан кейін 3-ге қою керек. Сөйтіп біз жалпы шешімді табамыз. Енді бір мысал келтірейік осыған. Мысал мынандай. Мысал мынандай. Y2 штрих минус 3y штрих қосылған 2y тең x квадрат көбейтілген енің x дәрежесі. Теңдеуін шеш. Әрине бұны өткендегі анықталмаған коэффициенттер әдісі бойынша да шешуге болады. Бұл дәрісте біз сіздермен бұны тұрақты вариациялап айтсақ шешейік. Бірінші қадамда біз y2 штрих минус 3y штрих қосылған 2y тең 0 деген бір тектес теңдеуді шешіп аламыз. Мынау бізде бірінші теңдеу, мынау екінші теңдеу. Сонымен бұның шешімі y тең с1 енің 2x дәрежесі қосылған с2 енің x дәрежесі болады. Енді тұрақтыны өзгертейік. с1-ді x-ке тәуелді функция дейік. с2-ні x-ке тәуелді функция дейік. Енің x дәрежесі. Міне мынау бізде бағана белгілеген үшінші формуламыз. Енді екінші қадамға көшеміз. Екінші қадам. Туынды табайық. Туындысын табайық. Y штрих с1 штрих x енің 2x дәрежесі қосылған 2 с1 x енің 2x дәрежесі қосылған с2 x штрих x енің x дәрежесі қосылған с2x енің x дәрежесі. Біз міне мына с1-дің мен с2-ның туындыларына тұратын қосындыны нөлге тең деп алдық. Бағана біз оны төртінші формула деп белгілеген болатынбыз. Бұл біздің ұйғарымыз бойынша шарт. Ал қалғанын біз y штрих деп белгілейміз. 2 с1 x енің 2x дәрежесі қосылған с2 x енің x дәрежесі. Бұл бізде 5-ші формула. Енді бұдан тағы бір туынды табайық. 2 с1 штрих x енің 2x дәрежесі қосылған 2 бізде енді 4 болады, себебі енің 2x дәрежесін тағы туындаған 2 түседі алда 4 с1 x енің 2x дәрежесі қосылған с2 штрих x енің x дәрежесі қосылған с2 x көбейтілген енің x дәрежесі. Міне мынау 6-шы формула. Сонымен 3, 5, 6-ны апарып бірінші теңдеуге қоямыз. Бірінші теңдеуге қоятын болсақ не шығады? Бізде y2 штрих, яғни өзі жазылады. Бізде не болады? с2 с1 штрих x енің 2x дәрежесі қосылған 4 с1 x енің 2x дәрежесі x дәрежесі қосылған с2x енің x дәрежесі. Минус y штрих. Y штрих деген 5-ші формула. Яғни мынаны минусқа көбейтуіміз керек. Минус 6 с1 x енің 2x дәрежесі минус 3 с2 x енің x дәрежесі. Қосу 2y. Қосу 2 с1 x енің 2x дәрежесі қосылған 2 с2 x енің x дәрежесі. Тең бізде fx. fx-іміз x квадрат енің 2x дәрежесіне. Не мына жерден топтайтын нәрселерді топтап ыңғайлап шамдай, иә? Сонымен міне с1 x-тердің астын сайын. Бұлар бізде 0 береді.
4 мен енің x дәрежесі олар 0 береді. Енді мына c2-лердің астын сайын үздік нүктемен. Бұлар бізге не береді? Бұл да 0 береді екен, иә. Сонымен нәтижесінде не аламыз? 2 c1 штрих x енің 2x дәрежесі қосылған c2 штрих x енің x дәрежесі қалғандарды түгелінен бөліп қосылғыштар тең x квадрат енің x дәрежесіне тең болды. Бұл бізде жетінші формула. Енді бағана жоғарыдағы белгіленген төртінші формуланы мына жерге әкеліп жазайық, жүйе қылып шығарып. c1 штрих x енің 2x дәрежесі қосылған c2 штрих x енің x дәрежесі тең болды. Бағана төртінші формула. Осыдан Крамер ережесі бойынша немесе бір сызықтық тіркестер арқылы біртіндеп жоқ шешіп орнына қою арқылы жеке c1 мен c2-ні табуға болады. c1 мен c2-ні табатын болсаңыздар, нәтижесінде мынаған аласыздар. c1 штрих x x квадрат енің минус x дәрежесіне c2 штрих x минус x квадратқа. Енді біріншісінде бізде dc1x тең болады x квадрат енің минус x дәрежесі dx. Яғни екі жағынан да интеграл аламыз, сонда c1x интеграл x квадрат енің минус x дәрежесі dx қосылған c1. Енді бөліктеп интегралдап есептейсіздер. Минус x квадрат енің минус x дәрежесі минус 2x енің минус x дәрежесі минус 2 енің минус x дәрежесі қосылған c1 болады екен нәтижесінде. Дәл сол сияқты c2x-ті де тауып алуға болады. Оның нәтижесінде минус x куб бөлінген 3 қосылған c2. Міне осы формулаларды 8-ші формула дейік, c1 мен c2-ні табатын. Апарып енді 3-ші формулаға қоясыздар. Нәтижесінде y тең болады c1 енің 2x дәрежесі қосылған c2, мына жерге толқынша деп қояйын, енің x дәрежесі минус 3/1 x-ның кубы қосылған x-ның квадраты қосылған 2x енің x дәрежесі шығады. c1 деп отырғанымыз, c2 штрих деп отырғанымыз, бұлар кез келген тұрақтылар. Міне осылай біз екінші ретті біртектес емес теңдеулерге тұрақты вариацияларды пайдаландық. Яғни мына шешімнен құрылымын қарайтын болсаңыздар, біртектес емес шешімі біртектес теңдеудің жалпы шешімінен және біртектес емес теңдеудің бір дербес шешімінен тұрады екен. Бірінші сызықты бірінші ретте теңдеудегі сияқты. Жақсы, енді осы әдісті пайдаланып Филипповтен ары қарай есептерді шығара беріңіздер.